белгілі. Мен соғыс ардагері Тәжәуілі Әміраштың ұрпағымын. Менің әкем Тәжәуілі Әміраш 1941 жылы өзінің бауырлары ағасы Нәжбен мен інісі Кемал Самал төртеуі Ұлы Отан соғысына аттанған. Қазалыдан аттанып, сонда 1941-1944 жылдарының арасында отанының жерін қорғауға атсалысқан. Сөйтіп соғыстан жараланып, елге ағасы Нәжбен мен Әміраш әкеміз елге оралды да, Кемал Самал деген ағаларымыз хабар ошарсыз кетті. Құдайға шүкір, мінекей жеңістің де 80 жылдығы келіп жатыр. Бізді осындай жеңіске бейбіт өмірге әкелген сол әкелеріміздің, аталарымыздың еңбегінің арқасында олар елді, отанды, жерді қорғады. Қазір бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз. Соғыстан кейін әкеміз мал шаруашылығымен айналысты, сөйтіп ұрпақтарын өсірді. Әкемізден 6 ұл, 3 қыз тарадық. Содан бері 16 немере, 21 шөбере сүйіп өтті. 3 қыздан 20 жиен, 50 шақты жиеншар дүниеге келді. Міне біз бақыттымыз. Осындай жеңіс күні қарсаңында әкемізді Ұлы Отан соғысының ұрпағы екенімізді білеміз. Сондықтан келе жатқан 80 жылдық жеңіс күні құтты болсын. Отбасымызға, ұрпақтарымызға әр уақытта бейбіт өмір сыйлай берсін деймін. Әумин, айтқаныңыз келсін.